Сәлем достар, бүгін сіздерге комедиялық жанрдағы танымал кинолардың бірі Лило и Стич деген киноға қысқаша шолу жасаймын. Өтініш, каналымызға қолдау білдіріп, тіркеліп, видеомызды соңына дейін қараңыздар. Бір инопланетян доктор белгісіз құбыжықты ойлап табады. Ол ештеңеге көнбейтін, бірақ ақылды болады. Сол инопланетяндардың бастығы оған қарсы болып, доктор Джудибаның лабораториясын жауып тастайды. Ал құбыжықты басқа жаққа жібереді. Ол тағы бір лабораторияға түсіп, барлығының астан кестенін шығарып, сосын бір әуе кемесіне мініп алады да жер ғаламшарына бағытталады. Бастықтары оның соңынан доктор Джудиба мен өздерінің агенттерін жібереді. Агент оған қатты қуанып кетеді. Кейін судың ішінде жүзіп жүрген Лило деген кішкентай қызды көрсетеді. Табиғаттары енді керемет екен. Ол бір жерге асығып келіп, басқа қыздармен бірге сахнаға шығып би билейді. Онда әпкесінің келмегенін көріп, көңіл күйі түсіп қалады. Сол кезде бір қыз оны ренжітіп итеріп жібереді. Лило да қарап тұрмай бар күшімен ол қызды да итере салады. Солай концерт аяқталып, ол үйіне барады. Әпкесіне ренжіп қалып, есікті жауып алыпты. Сол кезде балалар инспекторы да келіп қалады. Лило сонда да қырсығып есікті ашпай қояды. Әпкесі үйдің артқы есігін ашып, үйге кіріп алады. Ол инспектордың көзінше сасқалақтап тамағын тасытып алып, одан қалды Лило да өзінің біртүрлі әрекеттерімен инспектордың көзіне түседі. Сосын ол инспекторға әпкесінің көрсеткен белгілерін өзінше құрастырып айтып береді. Инспектор әпкесінің Лилоға қарауға қатты тырысып жатқанын көріп, оған бір аптаға жаңа директорлары келгенше жағдайды дұрыстауға бір мүмкіндік береді. Инспектор кеткеннен кейін ол Лилоға ашуланып, солай екеуі тағы да келіспей қалады. Кейін көршілерінің айтуы бойынша Наниді Лилоның әпкесін оқуға шақырғаны, бірақ ол Лилоны тастап кете алмай онда бармағаны белгілі болады. Ол үйіне келіп Лилодан кешірім сұрап екеуі әңгімелеседі. Лило өзімен ешкім дос болғысы келмейтінін айтып, әпкесіне өзін тастамауын өтінеді. Солай екеуі татуласады. Сосын терезеден бір жұлдыздың құлап келе жатқанын көріп, Лило менің ең жақын досым болса екен деп тілек тілейді. Жерге құлаған әлгі құбыжықтың әуе кемесі екен. Доктор Джудиба бір құрылғыны басқанда құбыжыққа тоқ соғады. Онда сол құрылғымен байланысқан мойнында бірдеңе орнатылған екен. Ол оны мойнынан алып тастайды да той болып жатқан жерге келіп барлығын тас-талқан етеді. Сосын далаға шығып, оны бір автобус қағып кетеді. Джудиба мен агент жерге келіп қонады. Екеуі бір адамдарды тауып алып, өздерін соларға айналдырады. Бірақ жүрістері енді роботтардікі секілді екен. Олар бір отельге келіп орналасады. Сосын екеуі жаңалықтан құбыжықтың жануарлар үйінде екенін біледі. Лило да сол жануарлар үйіне келеді. Құбыжық болса иттер тұратын жерде екен. Ол торды бұзып, сыртқа шыққанда оны Джудиба мен агент атқылай бастайды. Ол қашып қайтадан жануарлар үйіне кіріп кетеді. Лило да сонда кіргенде құбыжық бір айла ойлап тауып, оған барып өтірік ит секілді отыра қалады. Оны Лило қолына алып еді, ол Лилоны құшақтап ала жөнеледі. Сосын қызметкер келіп оны қайтадан қамағысы келгенде, ол Лилоға жабысып болмайды. Солай Лило оны өзімен бірге алып кетеді. Әпкесі оны жақтырмай, тек бір күнге ғана қалуға рұқсат береді. СРУ да әуе кемені көріп, құбыжықтың сонымен түскенін біледі. Құбыжық болса кішкентай қыздың көлігін алып қашпақшы болады. Бірақ бұл арал екен. Мұхиттан басқа қашатын жер болмайды. Кейін Лило оны мұхитқа алып келіп, суға түсіре алмай әлек болады. Солай екеуі бірге күнді көңілді өткізіп үйлеріне бара жатады. Құбыжық көлікте де тыныш отырмай Нанидың біраз ашуына тиеді. Сол кезде Лило оған Стич деген ат қояды. Олар жолда Джудибаны кездестіріп, ол көліктің астына бірдеңені орната қояды. Нани оларды жұмысына бірге алып келеді. Стич орнында отыра алмай, тағы да өз әдетіне басып, бұзықтық жасай бастайды. Оған Лило да қосылады. Сосын бір отты
алып ойнамақшы болып үстелге лақтырып өрт шығарады. Содан кейін қожайыны Наниді жұмыстан шығарып жібереді. Бұл жағдайды көріп Лилоның да көңіл күйі түсіп кетеді. Олар үйлеріне келіп, Лило оны жуындырмақшы болғанда, Стич көнбей тағы да барлығын шашып бүлдіреді. Оның барлығын сыртта ЦРУ агент естіп отыр екен. Нани ашуланып, оны ертең қайтадан жануарлар үйіне апарып тастасын дейді. Лило Стичқа қой деп айтып жатса да, ол оны тыңдар емес, барлығын бүлдіруді жалғастыра береді. Сосын ол оған жұмсақ бірдеңе беріп, ол тынышталғандай болады. Лило оған әке шешесінің қайтыс болғанын, Нанидың серфингтан ылғи алдыңғы қатарда болғанын айтады. Келесі күні ЦРУ агент балалар инспекторымен бірге қамқорлық қызметінің директоры болып келеді. Ол Стичтан жүнінің бір талын ала қояды. Сосын Нани жұмысқа орналасуға келеді. Лило Стичті өзінше әдеттілікке үйретпекші болады. Бірақ Стичқа үйренуге әлі біраз уақыт керек секілді. Оларды көріп, Наниді ешқайда жұмысқа алмай қояды. Содан кейін Стич оған серфинг жайлы хабарлама әкеліп, ол өзінің сүйікті ісімен айналысуға бел буады. Солай барлығы мұхитта серфингпен жүргенде Джугиба мен агент келіп, Стичті ұстап алмақшы болады. Стич оларға қарсы шығып, барлығы суға құлап кетеді. Қуанышқа орай барлығы аман екен. Сонда да Лило көп суды жұтып қойғасын, оны ауруханаға алып келеді. Лилода барлығы жақсы екен, тек Нанида ауруханаға төлейтін ақша болмағасын, оған Лилоға қамқор болудан бас тартуға тура келеді. Джугиба мен агентке бастықтары қоңырау шалып, істі тындыра алмағандарың үшін келісімді бұзамыз, Стичті табуды басқа біреуге тапсырамыз дейді. Оған Джугиба ашуланып, агентті қамап қояды да Стичті өзі ұстамақшы болады. Нани Лилоға енді уақытша бірге болмайтындарын айтып, түсіндірмекші болып, бірақ бата алмайды. Лило өзі де барлығын түсініп қалған секілді болады. Нани далаға шығып отырғанда Лило келіп оны жұбатады. Стич та барлығын түсініп қалып, олардан кетпекші болып жануарлар үйіне келеді. Таңертең балалар инспекторы мен ЦРУ агент Лилоны алып кетуге келгенде, ол үйде жоқ болып шығады. Ол Стичті іздеп жануарлар үйіне келген екен. Стич өзін олардың отбасын бұзғанын айтып, өзін кінәлайды. Лило оның кінәлі емес екенін айтып, жұбатып жатқанда Джугиба келіп қалады. Стич оның құрылғысын алып, оған бірдеңе істеп қояды да өздері қашып кетеді. Джугиба өзінің бұрынғы қалпына келіп, олардың үйлеріне келеді. Олар одан қашып кеткенде, ол үйді атқылап тасталқанын шығарып жатқанын көріп, қайтып келіп оған қарсы шығады. Сосын ол Стичті алдап, көндіріп, өзімен бірге алып кетеді. Ол оны одан сайын көнбейтін қылып, күшейтуді ойластырыпты. Лило да Стичпен бірге әуе кемесінде екен. Ол кемені тоқтатқысы келіп, барлық батырмаларды басқылай жөнеледі. Сосын Стичті босатып, екеуі Джугибаны құлатып жібереді. Әуе кемесі істен шығып, суға құлап түседі. Нани да сол жерге келіп, суға сүңги кетеді. Стич Лилоны құтқарам деп өзі судың астында қалып қояды. Лило Наниға оны құтқаруын айтып көндіреді. Нани қиын болса да толқынға қарсы жүріп, оны алып шығады. Олар оны оятпақшы болып, көліктің аккумуляторы мен заряд бергенде де ол оянбай қояды. Лило жылап, оны қимайтынын айтып жатқанда, ол есін жияды. Сол кезде аспаннан бастықтары ұшып келіп, Стичті тұтқындайтынын айтады. Стич Лиломен қоштасып, бір-бірін қимай жатқанда, агент бастықтарына өзі және Стичті осы жақта қалдырсын деп өтініш білдіреді. Тіпті ЦРУ агент те соны құптап, құпияны ешкімге айтпайтынын айтады. Бастықтары келісіп, Стич пен инопланетян агентті жерде қалдырады. Сосын барлығы үйге келгенде үйлерінің тас-талқаны шығыпты. Сол кезде инспектор келіп, Лилоны көршісінде қалдыруға шешім қабылдағанын айтады.
еді. Лило да оған келісіп, Нанидың мұхиттық биолог оқуына түскенін қалайтынын айтады. Көршілері жақсы адам екен. Лилоға қамқор болатынын айтып, Наниді оқуға түсуге көндіреді. Солай кино аяқталады. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Келесі видеоларымызға дейін қош сау болыңыздар. Каналымызға тіркеліп кетіңіздер.